Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді картоп тағамын дайындайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін алдын ала осындай тауық етін жақсылап тазалап, картошка, сәбіз, пияз барлығын ашып, жуып дайындап аламыз. Содан соң майымызды жақсылап қыздырып, тауық етін жақсылап қуырып аламыз. Етіміз жақсылап қуырыла берсін. Оған дейін біз осылай картошка, сәбіз, чеснок барлығын турап дайындап қоямыз. Осылай етімізді қуырып, үстіне дәміне қарай тұз және де томат пастасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне ендігі кезекте жаңа дайындап қойған чеснок, пиязымызды үстінен салып және араластырып бетін жауып қоямыз. Міне етіміз жақсылап қуырылды. Енді үстіне картоп пен сәбізімізді салып, азырақ су құйып, бір дана лавр жапырағын салып, бетін жауып қоятын боламыз. Міне осымен тамағымыз дайын. Салып ұсына берсеңіздер болады. Сіздер де міндетті жасап көріңіздер, ас болсын.